Сәлем, сендермен бірге Санжар и бүгін мен мобил креатор деген монтировщик жазып алдым. Әрине бұл видеоредактор монтировщик деп айта беремін. Әрине бұл для мен сияқты бастапқы адамдарға, мен сияқты. Бұны мен тек қана ең басында үйренетін адамдарға осы монтировщик қана келеді. Енді қазір осыған біз сол неге кірейік, міне осындай. Бірақ ол неге розовый екен білмеймін, қызық. Кіреміз, міне осындай шығады. Енді бізге фото керек. Ол фотоны біз аламыз да мұнда қоя саламыз. Или мұнда істеп, бұлай істеуге болады. Мен осылай қоя салдым. И бұл фотоны видео қылдырып жасау үшін оны бұлай қоямыз. Сіздерге міне осылай. Енді қараңыздар. 5 секундтық видео. Енді сіздер ең бірінші мына жаққа ғана мән бердіңіздер. Мысалы қараңыздар, текст. Мұнда мысалы бүйтіп жаздым мен. Так. Санжар жасыл сары. Маған өзіме негізі қара цвет ұнайды, бірақ қара бар бұнда. Сол үшін қызылды аламын. И мынаны бассақ, ол өзгеретін болады. Длительность эффекта. Вот, осылай. Во, осылай. И қараңыздар. Окей. Мен Санжар қылдырып қойдым. И қараңыздар. Бұлай кішірейтеміз, үлкейтеміз. Қайтадан кішірейт. Ой, давай. Нет. Мен осылай. Мынау қуып кетті. Қазір қайтадан істеу керек. Удалить етпейміз. Во, мынаны удалить етеміз. Мынаны да удалить етеміз. И қайтадан. Мен сіздерге жаңалықта тез жасап салайын. Міне, осылай болады, бұлай болады, жаңағындай қатты үлкейтуге болады. Сол осылай қойып, фразалар жазуға болады, ұзыннан ұзақ қылдырып. И бұлай үлкейтеміз, қатты үлкейтеміз. Мен осылай қойдым. И жағын осылай істейміз. Мен мұнда көріп тұрсыздар. И қараңдар, басынан бастап аяғына дейін. Оны қысқартуға болады әрине. Так. Давай басына. Так. Стоп. Міне. Осылай қысқартуға болады. Көрдіңіздер ме? Мен бірақ до конца қоямын. О, осылай. И мынандай бар. Бұл осылай қылдырып көрсетеді. Мысалы мен Санжар деген мына машинканы қойайын. Кстати, менде скоро топ болады. Ең қымбат машиналар жайлы. И сол топты қатты күтіңіздер, өйткені мен ол топты өте көп шығаратын болам. Санжар деген сен деппін ғой. Сен не деймін? Короче, мен сен спорт дегенді істеймін. Бірақ обзор түсіретін болам. Ол обзорды мен әрине өз үйімде түсіретін боламын.
И ол обзорды күтіңіздер. Осы видеоға лайк басыңыздар деп аяғын күтпеңіздер. Бұл видео әлі көп болады. И міне осылай. Потом басамыз и қараңыздар. Типа анандай қорқынышты нелер болады ғой, топтаршы. Мен қорқынышты топчықтар жасаған кезде осы монтировщикті қолданамын. И қараңыздар, сол кезде елесті көрсеткен кезде осындайды қолданатын боламын. Потом мынандайларды мен әлі үйренген жоқпын, шын айтсам әлі. И міне мына жақта да бар аудио. Ол үшін музыканы таңдайсың, и мында қоясың. Сол кезде музыкада сенің фотоңда болады. Потом переходы. Бұған бұл неге екі сурет керек. Енді жаңағы суретті қайтан ала саламыз. Ол суретті бұлай қоямыз. Міне көрдіңіздер ғой. Енді жаңағы переходыға көшеміз. Мысалы, қараңыздар. Осында шеті болады да, соның оң жақ кнопканы бассаңыз, мышканың оң жақ кнопкасын, мынандайлар шығады. Енді сондайларды таңдайсыз. Мынау ғой жаңағы, көрдіңіздер? Плавный переход, вертушка, дәл солай. Енді вращение екіні қоямын. Бұл өзім үшін ең крутой деп ойлаймын. Так, басына қоямыз. И міне осындай санжар и вращение екі, көрдіңіздер ме? И так, санжар деп жазылып тұр, видео түсіріліп жатыр. И эффекті. Бұл менің ең любимым просто. Йоу, енді қараңыздар. Эффектіға көшеміз, мына жағын басамыз, чтобы ұшақта болу үшін, мына жақты бәрі болып кетті. Енді қараңыздар. Неше түрлі эффект бар. Қызық айтты мен негізі. Так, көрдіңіздер ме? Неше түрлі эффект бар. И қараңыздар. Мынадан бастайықшы, мына қорқыныш деген кезде. Сосын осыны басасыздар. Сосын мынаны басасыздар. Көрдіңіздер ме? Міне шығады. Ол шақты болсасыздар. Түдін. Нет, жоқ, он емес. Мынау керек. Во! Вот это да. Қараңыздар. И красный мир жаңағындайлар көп болады. И еще деген бар. Бұл осындайлардың нелер, типа сені көрсетіп жатады. И мысалы мен өзім телефоннан көргім келмейді, ноутбуктан. Ноутбук. MacBook жоқ па не? Йома. Жарайды, фильм ферм. Вот. Осыны басасыз, басамыз, көрдіңіздер ме? Осындай қайттан шығады. Басамыз. Давай. Көрейікпіз. Осындай эффект. И потом И менің любимый қазіргі ютубер, көп подписчиктардың топқа кірген украинский ютубер Ивангай. Соның 5 минут назад деген өлеңін қазір осы видеоға қоятын боламын. Йо. Так, ол үшін аудио назад. Міне қойдым. Все. И сіздер үшін 1000 рет мынандайларды қойып шығамын. Пять минут назад, как Сузи, 5 отверстий. 5 минут назад я купил новый перстень. Всего 5 минут спустя видишь, камни кружат танго прямо на Стоп.
И қараңыздар, мына жаққа көп фото қоюға болады. Мына өлеңге байланысты. Мысалы бізге өлең қанша болады екен? 3 минут 41 секунд. Ал бізге мынау 41, стоп. Мынау өзі аз секунд болады. Где-то 5 секунд ғой. 2 фото қосылады, 3, 4. 20 секундтай ғана болады. И мен осы видеомды аяқтаймын. Бұл жарайды. Стоп. Удалить. Жаңағы видеоны бір рет көрсете салайын сіздерге. Бір түрлі естіліп қалды. И бәріне пока. Пока деппін ғой. Бәріне. Бай-бай. С вами Ивангайды. Қазір айтам. И, осы видеоға лайк басыңыздар. Мен өзімнің гироскутерім туралы бүгін түсіретін боламын. И лайк басып, подписаться етіңіздер. Әрине. Осы видеом осы видеом мен 5 лайк жинаса, мен келесі видеода сразу осы видео 5 лайк жинаса, мен осы монтировщикпен монтировать етіп, и Viva, стоп, шығам, есть. И міне, жаңағы неде осындай тұр. Пошел ты. И қараңыздар, мен, создать папку. Енді мен мынандай программа, мен телефонның монтировать ететін болам. Viva видео. Көрдіңіздер ма? Осы программа мен монтировать ететін болам. И комментарийға жазыңыздар. Мен өз типімді көрсетіп, не деуші еді? Қысқасын айтқанда, говоряны түсірсем қалай қарайсыздар? Соны маған неге жазсаңыздар, и менің жарайды, ол сосын болсын. И бәріне бай-бай, осы 2 программамен келесі видео монтировать етілетін болады. И осы видеода. И бәріне давайте!